Мәйек бөрек қырғыз ұлтының тағамын даярлаймыз. Ол үшін бізге ұн, су, тұз. Яғни орташа жұмсақтықтағы қамырды жақсылап илейміз. Иін қандырып. Қамырымыз әдемілеп тұрып иленді. Енді кішкене қоя тұрамыз. Қамырымыздың иі қанғанша жуа тазалап аламыз. Жуа тазалап болғаннан кейін қамырымызды қайтарып илеп жібереміз. Қамыр өте әдемі, жұмыс жасауға ыңғайлы етіп дайын болды. Яғни бұл 2 жайым қамыр. Мен құттай-құттайдан 3 жайымға бөлдім. Енді жуамызды майдалап, көбіктап турап аламыз. Сковородкаге 150 граммдай сұйық май құйып, жақсылап қуырамыз жуаны. Видеода толық көрсетілген. Жуа жақсылап қуырылу керек. Сосын толық қуырылып біткен жуаны суытып қоямыз. Жуаны толық қуырып, астын өшіріп, суытып аламыз. Енді мұздатуға қоямыз. Жұмыртқаны үлкен ыдысқа бөліп, тазалап аламыз. Жақсылап араластырамыз. Үстіне 1 стакан сүт құйып, примерно 200 граммдай сүт құйып, жұмыртқа мен сүтті жақсылап араластырамыз. Бұл массамызды әзірге жуа суығанша осылай дайындап қоямыз. Енді қамыр жайып бастаймыз. Қамырдың жұқалығын пельменге дайындағандай етіп дайындаймыз. Барлығы видеода толық көрсетілген. Асықпай қарап дайындасаңыздар болады. Өте қарапайым, дәмді тамақ. Ал енді тестіні бөліп аламыз. Кішкене қаймақтардың шелегімен бөліп алдым мен. Ортасын ашып, жеке-жеке қойып, видеодағыдай тестіларды біріктіріп, дайындап аламыз алдын ала. Бұл уақытта қазанға су құйып, газға қойып қоямыз. Яғни суымыз қайнай беру керек. Қайнап дайын тұру керек.
Кесіп алған тестімізді біріктіріп, екі жағынан жабыстырамыз, ортасын ашық қалдырамыз. Себебі осының ортасына бағана дайындап қойған массамызды құйып пісіреміз. Қайнаған суға пісіріп аламыз. Ал енді массамызға мұздаған, салқындаған, қуырылған жуаны салып араластырамыз. Кішкене бұл қоюлау болған үшін кішкене сүт құйып, тұз салып, дәмін кіргізіп дайындап аламыз. Енді қайнап тұрған суымызға, сартылдап қайнап тұрған суымызға тұз салып жібереміз. Яғни ол тамақтың дәмін кіргізеді. Және алдын ала формасын жасап дайындап қойған тестімізге 2 ас қасықтан массамызды құйып, аузын бекітіп, суға салып жіберіп дайындаймыз. Жалпы жұмыс процесінің барлығы видеода толық көрсетілген. Тағамымыз қазанда әдемі қайнап пісіп жатыр. Яғни формасы шарик құсап үрленген кезде тестімізді түсіріп аламыз. Толығымен пісті, дайын болды. Түсіру процесі де ерекше. Мұнда әрбір тесттің қалай тұр, солай формасын сақтап түсіру маңызды. Енді тамақ түсіріп алатын ыдысымызды дайындаймыз. Ол үшін астына сары майды жағып аламыз тәрелкемізге. Және ыдысқа салынып тұрған тестімізға жақсылап сары май жағып араластырамыз. Сол кезде бір-біріне жабыспай әдемі дәмді болып тұрады. Оны тәрелкеге жақсылап орналастырамыз. Ортасына кефир құйып, кефирге батырып жейміз. Ас болсын, міндетті түрде отбасыңызға жасап беріп қуантыңыздар. Рахмет.